Ал осымен біз сабағымызды бастаймыз. Бізде питонда негізі деректер типі деген бар. Ол типі данных дейді ғой орысша, немесе ағылшынша data types. Data types бізде осы мынау, то есть data types бар. Numbers, strings, list, dictionary, сосын, то есть tuples и sets. Мен бұның бәрін ағылшынша айтып жатырмын, өйткені сіздер жұмыс істеген кезде де бұларды қазақша, то есть деректер типі мәтінді жолдар деп айтпайсыздар, өйткені ағылшынша немесе орысша айтасыздар. Өкінішке орай қазір бұл, то есть қазақша терминдер жұмыс барысында бұлар қолданылмайды, бірақ сондықтан мен сіздерге максимум ресурс бергім келеді, алдын ала айтқым келеді. Бәрібір біз ағылшынша аттармен жұмыс істесек, ол бізге де, ол маған да оңай, ол сіздерге де оңай болады. Сондықтан мен мәтінді жолдар деп, сандар деп мен көп айтпай қоям. Бірақ сіздерге бір парақша беремін, оның ішінде numbers, сандар, то есть цифры, да, сіз сол бір парақшаны жаттап алсаңыздар, сіздерге ол керек жоқ. Сол осы курс өту барысы бойынша сіздер сол парақты алдарыңызда ұстаңыздар. Бір нәрсе түсінбесеңіздер, сол парақтан көріңіздер, немесе қазір интернетте, то есть сөздіктер бар, сөздіктерден аударып алыңыздар. Сол жарайды, ал кеттік. Енді бізде бұл Python тілінде numbers, ол кәдімгі сандар. 1, 2, 3, 4, 5, немесе 3,4 деген сан. Сосын комплекс сандар да бар. Екінші strings, ол мәтінді жолдар. Немесе сөздер, немесе мәтінді жолдар деп аударылған, бірақ біз strings деп атаймыз. Strings, ол не ол? Ол кез келген сөздер. Алматы, Астана, оның ішінде Алматы 2019, 2020 деп ішіне сандарды да қосуға болады. Googles деп. Сосын бізде листтер бар. Лист ол мынандай тік бұрышты жақшаның ішінде біз әртүрлі элементтерді саламыз. Сосын dictionary бар, сөздіктер, бірақ біз dictionary деп атайық. Сөздіктер, сосын tuplestар бар, олар мынандай жақшаның ішінде, sets бар. Бұның бәрін біз алдында өтеміз. Ал бірінші мәтінді жолдардан бастайық. Мәтінді жолдар немесе string. Мен мына жерге string деп жазып қоямын. Strings. Strings ол мәтін жолдар, онға қарай реттілікті сақтайтын бір позициялы жолдардың тізбегі. То есть реттілік сақтайтын дегенде оң жақтан бастап, сол жақтан бастап оң жаққа позиция бойынша орналасқан. 0-ші позиция, 1-ші позиция, 2-ші, R 2-ші позиция, 3, 4-ші позиция. Сонда бізде 0-ден, то есть 4-ке дейін бізде 5 позиция орналасқан. Сосын Pythonда бүкіл позициялар 0-ден басталады. То есть 1-ден емес, 0-ден басталады. Біз Pythonда мысалы A тең осындай, то есть Paris деп жазыламыз. Сосын мынандай бір осындай үтір жақша дейді ме, или column дейді ағылшынша. Осындай түрлі жақшаның ішінде орналасу керек барлық мәтінді жолдар. Біз оны жүргізу үшін біз print деген функциямен біз шығарамыз. Шығару үшін біз міндетті түрде print деген функцияны қолданамыз. Print A. То есть A-ға біз айнымалы осы strings дегенді біз теңдейміз. Мысалда да көрсетем. Сосын бұл позицияларды біз шығара аламыз. Мысалы A 0-ден 4 маған соңынан басқа барлық позицияны бер. 0-ден
4-ке дейін, бірақ 4 ол жерге кірмейді. Мына жерде мысалы А бірінші позиция, екінші позициядан бастап барлығы 0, 1, бірден барлығы 0, барлығы деген сөз. Екі нүкте ол барлығы деген сөз. А маған барлығын бер, немесе барлығын, бірақ соңғы позицияны маған қоспа деген сөз. Мен сіздерге барлығын көрсетемін жұмыс жүзінде. Мысалы қараңыз, мына жерде әр позиция арқылы шығару. Мысалы біз бізде Париж деген сөзіне тең ғой. Print маған екінші позицияны бер дейді деп. Екінші позиция қайсы бізде? Екінші позиция ол 0, P, 1, ол R, ол екінші позиция. То есть бізге R-ды береді сондай функция. Бізде тағы кесу бар, немесе slicing деп аталады ағылшынша. Slicing. Ол жерде біз мысалы бізде Парижға тең, маған 0-ден бірінші позицияға дейін, бірақ бірінші позицияны қоспа деген сөз. Сонда бізге P-ны беру керек функция. Сосын әрбір позицияның тең белгісін қойып, айнымалыға мән беруге болады. То есть біздің айнымалының аты, сосын тең белгісін қоямыз да, ол нөлінші позиция маған тең деп біз жазаламыз. Сонда print шығару функциясы маған first letterді шығар десек, ол бізге P-ны беру керек. P бізде ол Париждағы бірінші 0-шы позицияда. Енді тағы конкатенация. Конкатенация деген ол concatenation, ол қосу. Concatenation ол екі жолды қосады. Екі жолды, мысалы, айнымалысы ол Парижға тең, Б айнымалысы is a romantic дейді. Париж ол өте романтик. Париж ол өте романтик қала деген сөз. Екеуін қоссақ, print шығар маған А мен плюс Б-ны шығар десек, бізге Париж is a romantic city дегенді береді. Тағы бұл мәтінді сөздерді немесе стрингді біз көбейте аламыз. А Парижға тең, Б тең, А-ны 3-ке көбейт, сонда бізге 3 рет Париж деп бере алады. Тағы бұл питонда негізі объектілер өзгеретін, негізі өзгермейтін объектілер болып бөлінеді. Мәтінді жолдар немесе стрингдер мен түптер, то есть tuples деген, олар өзгермейді, ал өзгеретіндер олар тізімдер, жиынтықтар, сөздіктер. Сіздерге тағы оларды түсіндіремін, және форматтауға болады. Мысалы string SS, eggs, S десек, сосын жақшаның ішінде біз не қойсақ, мысалы бірінші S-тің орнына Apple-ды қой, екінші S-тің орнына Pear-ді қой, үшінші S-тің орнына Grapefruit. Сонда біз print жасасақ, сонда Apple, Pear, сосын жүреді, сосын and Grapefruit. Ал, рахмет осыған. Сіздерге тағы сосын сандарды түсіндіріп кетейін. Сандар ол бүтін, сосын бөлшек сандар болып, бүтін сандар 1, 2, 3, 4 деген сияқты, бөлшектер 2014, 2013. Біз мектептен білеміз. Мектепке біз барлығымыз бардық деп есептеймін. Сосын бізде рационалды сандар бар, сосын комплекс сандар бар. Оларды да питонмен жұмыс істеуге болады. Және питонда mass деген модуль бар. Ол мысалы ішінде mass арқылы біз mass шақыру үшін import mass дейміз. Сосын mass алдына функцияны шақыру үшін square root, ол түбір асты, дәреже, логарифм, екінші логарифм. Бәрін сіздерге тағы түсіндірем. Рахмет. Сіздерді келесі сабақта көремін.